الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Аспанда Құдай бар, аруаққа сыйынба. Ағайын қазақтар, адамдарға ең жанашыр адам ол дінді түсінген адам. Аллахтың дінін түсінген адам адамдарға ең жанашыр адам. Ал дінді түсінбеген адам ол қанша жерден жанашыр болдым десе де, оның жанашырлығы дұшпандық деп айтылады. Сол үшін қазақта бір сөз бар: наданның жанашыраны құрысын деген. Баяғыда бір мысал келеді. Мәбділ Қираат деген кітап бар. Арабша үйрететін бір кітап. Намаз оқитындар көбісі біледі. Сол жерде бір мысалдар келеді. Баяғы Крыловтың мысалдары сияқты. Крылов сол кітаптан алған сияқты сол мысалдарды. Өйткені кейбір Крыловтың мысалдары сол кітаптағы мысалдарға дәлме-дәл келеді. Сол жерде бір мысал келеді. Баяғыда бір аңшы болыпты дейді. Бұл мысал айтпағанның себебі наданның жанашыраны құрысын деген сөзге қатысты айтып жатырмын. Бір аңшы болыпты, одан күндердің бір күнінде бір аюдың қонжығын ұстап алады екен. Аюдың қонжығын өзімен бірге үйіне алып кетеді. Оны бір ит сияқты қылып асырап, соны өзіне үйретеді. Жаңағы қонжық бауыр басады екен аңшыға. Аңшыны жақсы көреді. Қонжық болып тұра бермейді ғой, ол өседі. Үлкен аюға айналады. Аюдың досына айналады. Айырылмас. Аңшының досына айналады аю. Содан аңшы аюды алып орманға бірге барады екен. Аң аулайды екен. Ол аю әрі досы, әрі қорғаушысы, телохранитель сияқты. Енді аюға ешкім жақындай алмайды. Не қасқырда, не арыстанда. Аю бар аңшыға. Аңшы бұрын орманда ұйықтауға қорқатын еді. Қазір қасында аю бар, қорғайды оны. Тіпті жылан, шаянға дейін жолатпайды. Тіпті шыбынға дейін жолатпайды екен. Одан аңшы бір күні шаршап, орманның ішінде ортасында ұйықтамақшы болады. Содан жаңағы аюға түсіндіреді, мен ұйықтап жатқан кезде шыбын қондырма менің. Жүзіме шыбын қондырма. Аю оны ұйықтаған кезде шыбыннан қорғап отырады екен, бүйтіп қолын қағып. Содан бір күн ұйықтап отырған кезінде шыбыннан қорып отырады ғой аю былай. Бір қырсық шыбындары болады, айналып келіп адамның бір жеріне қона береді. Қусаң қайтадан келіп қонады, қусаң қайтадан келіп қонады, маңдайына қона береді екен. Ва алейкум ассалам. Аю қатты ашуланады екен. Аю қатты ашуланады екен. Бұл шыбынды өлтірмекші болады. Сөйтіп тасты алып, шыбынның қонғанын күтеді. Шыбын қонады, аю таспен ұрады. Сөйтіп ол аю шыбынды емес, аңшыны өлтіріп қояды. Аңшыға жан ашибын деп, аңшыны өлтіріп қойды. Шыбынды өлтіремін деп аңшыны. Шыбыны маңдайына қонып тұр ғой аңшыны. Таспен ұрған кезде ол шыбында ғана ұрмайды ғой. Аңшыны да ұрады маңдайына. Басын жарып өлтірген. Сосын наданның жанашыраны құрысын деген сол. Сосын дінді түсінген адамнан артық жанашыр жоқ негізі. Қалған адам жанашыған болып өзінше бір қазаққа, ойбай қазақтар деп, елім халқым деп сөйлей береді негізінде. Дін адамнан артық ешкім жанашымайды. Сол дін адамдары ғой, садақасын жинап беріп, қанша адамға үй сыйлап жатыр. Сол дін адамдар ғой, қанша ақшасын жинап беріп, садақасын жинап, медресе салып жатыр. Ұрпағымыз тәрбиелі болсын, дін үйренсін, Құдайдан қорқатын, үлкенді сыйлайтын, кішісін сыйлайтын адамға айналсын деп.
діни орталықтар ашып жатыр. Күнде сол жан ашып, сол дін адамдары уағыз айтып елде түзеп жатыр. Қанша адам сол уағызшылардың себебімен арағын қойып, семьясымен татуласып, баласына көңіл бөліп, сол уағыздардың себебімен қанша адам наркотигін қойып, қанша адам шегуін ішуін тастап түзеліп жатыр ғой. Қаншалаға үйге садақасымен продуктысын алып беріп жатыр, үй алып беріп жатыр, киімін алып беріп жатыр. Нағыз қазаққа жанашыр адамдар сол дін адамдары. Ал енді жаңағы дінсіз, қойдан безген, дінді аузына келген сөзді айтып боқтайтын адамдар ол жанашыр емес олар. Ондай надан адамдардың жанашығаны құрысын. Сосын осындай дін адамдары бір мезгіл уағыз насихатын айтуды тоқтатпау керек. Ол эфирде айтылсын, ол көшеде айтылсын, ол жұмыста айтылсын, ол үйде айтылсын, айтыла беру керек. Жақсылықтың көп болғаны зиян емес. Жақсылықтың көп болғаны зиян емес. Жеткізе беріңіздер. Тек семьяңызбен, бала шағаңызбен ғана шектелмей, жалпы бүкіл адамдарға, жұмыстағы коллегаңа, көшедегі адамдарға, көршіңе жеткізе бер дінді. Жақсылық таралсын. Адамдар жамандықты таратуға қанша ақшасын сарып қылып жатыр, уақытын сарып қылып жатыр. Жамандықты тарату үшін. Елге пайдасы жоқ, зиян болатын нәрселерді тарату үшін. Қаншалаған ақшасын құртып, уақытын, жастығын, энергиясын, күш қуатын құртып жатыр. Біз неге жақсылықты таратуға ерінуіміз керек. Жанымыз ашиды біздің халқымызға. Сол үшін бір Құдайға құлшылық қылуға шақырып жатырмыз. Аруаққа сыйынба, бір Алла құлшылық қыл. Бұл ең үлкен нығмет негізі. Ол нығмет Құранның Юсуф сүресінде айтылады. Бізге Аллах Тағалаға серік қосуға болмайды дейді. Юсуф пайғамбар айтады. Адамдардың көбісі бұл нәрсені білмейді. Бұл бір Аллаға құлшылық қылу керек, Аллахқа серік қоспау керек деген нәрсе ол үлкен нығмет. Ол адам осы нәрсені түсінсе, адам әруаққа, пайғамбарға, тасқа, ағашқа, Аллахтан бөлек еш нәрсеге сыйынуға болмайды. Құдайдан басқа ешкім құлшылыққа лайық емес. Ол Аллахқа серік қосу ең ауыр күнә, ең кешірілмейтін күнә деп осыны кім түсінсе, осы нығмет негізі, ең үлкен нығмет. Аллах Тағаланың берген жақсылықтарының ішінде адам тек нығмет дегенде Аллахтың берген ішіп жемі, киген киімі, денсаулығын ғана нығмет деп ойламау керек. Бұл көзге көрініп тұрған нығметтер. Құранда келеді. Асбаға алейкум ниамаху захирату ва батина дейді. Көзге көрінетін, көзге көрінбейтін нығметтерін сендерге үйіп төгіп берді Аллах Тағала дейді. Көзге көрінетін сол саған берген денсаулығы, Аллахтың берген нығметі. Нығмет деген Аллахтың жасаған жақсылығы саған. Соны нығмет деп айтамыз. Бала шағаның аман есен болуы, бала шағаң ДЦП болып, ауру болып, ақыл есен айырылып отырған жоқ, мысалы. Аяқ қолын айырылып, әлде денсаулығын айырылып. Әйелің бар қасыңда, денсаулығың бар, жұмысың бар, ішіп жем, уайымдамайсың. Бұл нығмет көрініп тұрған. Енді көрінбейтін нығметтің бірі осы иман нығметі, ислам нығметі, таухид, бір Аллаға серік қоспай құлшылық қылу. Адам құлшылық қыла беруі мүмкін Құдайға, бірақ Аллахқа серік қосса, адам мен Құдайға құлшылық жасап жатырмын деп Аллахқа серік қосып жүруі мүмкін. Мысалы, пайғамбарға сыйынып жүруі мүмкін адам. Пайғамбар ол құрметті адам, оны жақсы көреміз, оны сыйлаймыз. Бірақ ол кісі Құдай емес, біз одан ешнәрсе сұрамауымыз керек. Ей Мұхаммед, бізге бала бер, ей Мұхаммед, біздің жұмысымызды реттей көр, ризық бер дейтін болсақ,
Бұл Аллахқа серік қосу Аллах Тағаланың ең жаман көретін нәрсесі бұл. Адам діннен шығып кетеді бұл нәрседен. Енді Мұхаммедке сыйынуға болмайтын болса, оның одан дәрежесі төмен болған адамдарға, пайғамбарға дәрежесі ешкім жетпейді. Аллахтың сүйікті құлдары, Аллах Тағаланың таңдаған құлдары, пайғамбарларға сыйынуға болмайтын болса, одан дәрежесі төмен ата-бабаның рухына әлбетте сыйынуға болмайды. Ол адасушылық. Пайғамбарға сыйынатын бір қауымды білеміз біз. Ол христиандар Иса пайғамбарға сыйынады. Исаны Алланың баласы деді, біреу Алланың өзі деді. Сыйынады Исаға. Исаны пайғамбар деп есептейтіндер бар христиандардың ішінде. Бірақ Исаға сыйынады бәрібір. Өздерінің әулиелеріне сыйынады. Әулие Павел, әулие Андрей, әулие Николай, әулие Святой дейді орысша. Сол қауымды Аллах Тағала Құранында адасқан тозаққа түседі, мәңгілік қалады жаһаннамда деп айтқан. Хадис келеді, қиямет күні Аллах Тағала бүкіл адамдарға қарап айтады екен: «Лиябуду куллу умматин ма канат та'буд». Әрбір халық дейді, өзінің сыйынған құдайының ізіне ерсін дейді. Сонда кім дүниеде неге сыйынған болса, соның суреті, бейнесі көз алдында пайда болады екен. Біреу Буддаға сыйынған болса, Будданың кейпінде бір шайтан әлде періште көрінеді көзіне. Бәрі Буддаға сыйынатындар кетеді. Ахмет Яссауиге сыйынғандар Ахмет Яссауидің кейпінде бір шайтан әлде періште көрінеді, кетеді. Бекет атаға сыйынатындар Бекет атаның кейпінде біреу көрінеді. Енді бәрі дүниеде кім неге сыйынған болса, тасқа, ағашқа, көңге, айға, пайғамбарға, не нәрсеге сыйынған болса, соның бейнесі көрінеді, барлығы тозаққа топырлап түседі. Сонда тек қана үш қауым қалады екен. Ол мұсылмандар, христиандар, яһудилер. Аллах Тағала яһудилерге қарап айтады екен: сендер неғып кетпей отырсыңдар дегенде, біз кімге сыйындыңдар сендер дегенде, біз Узайр ибн Аллахтың баласы Узайрге сыйынған едік деп айтады. Сонда Аллах Тағала: кәдәптум, өтірік айттыңдар. Мәттахадаллаху, Аллах Тағала өзіне әйелде балада иемденген жоқ. Аллах Тағаланың әйелде баласы да жоқ дейді. Мәдә табғун, не қалайсыңдар дегенде, аташна раббана фасқина, шөлдедік Раббымыз, бізге су бер, сусын бер. Тозақты көрісті деген, тозақ мираж болып көрінеді, сағым болып көрінеді, су болып. Шөл далада қатты шөл деген адам сағымды көреді ғой, миражды. Су болып көрінеді, су емес бірақ. Кет тобарлап яһудилер кетеді. Христиандарға айтады: не нәрсеге құлшылық қылған едіңдер дүниеде? Күнне набуду Масих ибн Алланың баласы Масихқа, Исаға сыйынған едік дейді. Сонда кәдәптум, өтірік айттыңдар. Аллах Тағала өзіне бала да, әйел де иемденбеді. Аллах Тағаланың әйелі де, баласы да жоқ. Не қалайсыңдар дегенде, яһудилердің айтқан сөзін айтады: шөлдедік Раббымыз, бізді сусындандыр дейді. Бара қойыңдар дейді. Тозақты мираж қылып көрсетеді. Одан тозаққа бәрі топырлап түседі. Соңында мұсылмандар қалады. Оның ішінде ізгі адам да бар, бұзық адам да бар, мұнафиқ екі жүздісі де бар. Енді іріктеу басталады. Аллах Тағала көрінеді деген. Дүниеде әркім елестетеді ғой бар Құдайды. Енді мен елестетпейтін адам жоқ, енді Құдайды елестетеді. Енді Аллах Тағала еш нәрсеге ұқсамайды десек те, бәрібір бір бейне тұрады алдыңда. Еш нәрсеге, өзіңнің ойыңда бар, еш нәрсеге ұқсамайтын бір бейне, нұр сияқты. Соған жақын кейіпте көрінеді. Сол кезде мен сендердің Раббыларыңмын дейді. Мен сендердің құдайларыңмын деген кезде мұсылмандар: наузу биллахи минк, сенің жамандығыңа Аллахқа сенамыз.
Ла нушрику биллахи шайа. Біз Аллахқа серік қоспаймыз, ешкімді серік қоспаймыз деп. Тағы көрінеді, тағы айтады мұсылмандар. Біз Аллахқа серік қоспаймыз. Үшінші рет көрінеді, біз Аллахқа серік қоспаймыз дейді. Сөйде Аллах Тағала сұрайды екен. Раббыларыңды қалай танисыңдар, қандай белгісі бар дегенде, сақ, балтыр деп айтады. Аллах Тағала сөйтіп балтырын ашқан кезде барлығы сәжде қылынуға рұқсат беріледі. Дүниеде кім шын жүрегінен Құдайға сәжде қылып, жерге маңдайын тигізген болса, ол адам сәжде қылады Алланың алдында. Ал дүниеде өтірік сәжде қылғандар, өтірік намаз оққандар, ел көрсін, ел естісін деп намаз оққан адамдар, әлде мұнафиқтар, екі жүзділер, өтірік мұсылман болғандар, ішінде исламға дұшпан, жау болған. Ол адамдардың омыртқасын Аллах Тағала бір тұтас сүйекке айналдырады. Бұл дүниеде омыртқамыз бір тұтас сүйек емес қой. Бөлек сүйектерден тұрады. Біздің сәжде қылып, рүкү қылып, иілу ішінде салып қойылған. Сол сүйекті Аллах Тағала бір тұтас ешқандай бөлінбеген сүйектерге айналдырып жібереді. Сәжде қылайын деген кезде арқаларына, желкелеріне құлайды дейді. Одан Аллах Тағала тағы іріктеуді бастайды. Жаһаннамның үстіне көпір қояды. Сөйтіп өту керек енді барлық адамдар. Мұсылмандар қалды ғой енді. Тек мұсылман Аллахқа, бір Аллаға серік қоспай құлшылық қылған. Ол Мұхаммедтің үмметі де бар оның ішінде. Ол Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам, оның қауымы, олар мұсылмандар. Ибрахим, оның қауымы, Исмаил, Юсуф, Сулейман, бүкіл қауымдар, бүкіл бәрі мұсылман болған. Бір Аллаға құлшылық қылған, серік қоспай. Өтіңдер, ең бірінші өтетін үммет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметі, біздер боламыз. Сонда бірінші пайғамбарлар өтіп кетеді. Көзді ашы жұмғанша жаһаннамның үстінен өте шығады. 3000 жыл қашықтық көпірдің ұзақтығы. Ары қарай өтеді да, бәрінің дұғасы бір дұға, бірақ дұға. Аллахумма сәллим. Я Алла, аман алып қал, амандық бер, я Алла, амандық бер, аман есен өтіп кетейік. Өтіп кетсін үмметі мына көпірдің үстінен. Асты тозақ қойған, асты от. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, тозақтың екі жағында мынандай крючоктар болады деген. Ілгіштер мынандай. Сағаданның тікендері сияқты деген. Көргенсіңдер ме сағаданның тікендерін деп айтқан? Көргенбіз деген. Бірақ оның размері, оның үлкендігі Алла білет қандай екен. Сондай бір үліп кететін ілгіштер болады андай. Сөйтіп мұсылмандар бірінен соң бұл дүниеде мұсылмандар әртүрлі деңгейде ұстады ғой дінді енді. Дінді қатты мықты ұстағандары, құлшылығы көп, садақасы жақсылық көптер, көзді ашымғанша өтеді. Біреулері желдің жылдамдығындай, біреуі аттың жылдамдығындай, құстың жылдамдығындай өте береді әрқайсысы. Ең соңғы өтетін адам, Аллах Тағала олардың денелеріне нұр береді деген. Өйткені жаһаннамның үсті қараңғы болады. От, қап-қара от. Көз байланған қараңғылық болады. Сөйде жолын жарық қылатын денелеріне нұры береді. Сөйде мұнафиқтардың, 200-лердің, өтірік мұсылман болғандардың нұры өшіп қалады жаһаннам көпірдің үстіне өтіп баратқан кезде. Мұсылмандардың денесіне берілетін нұр да деңгейлеріне байланысты болады. Кімнің жақсылығы көп, дінді бекем ұстады, нұры көп болады. Нұры шартарапты жарық қылатындай. Біреудің нұры денесінің айналасын жарық. Енді тауып, ең соңғы өтетін мұсылманның нұры тек бас бармағында ғана болады. Аяғының бас бармағында. Нұр ол бір жанып, бір өшіп тұрады. Алла сақтасын. Деп, ол адам ең соңғы өтеді. Ең соңғы өткенге айтатын сөзі, қарай, құлап кетпей, жаһаннамға түсіп, қанша адам құлап кетеді, ана ілгіштер үліп кетеді, қанша адам іліп алып кетеді жаһаннамға. Біреулер денесін етіп сырып өтеді. Сырып өткен кезде денесін қанатады ол. Бірақ соның өзіне қуанады іліп алып кетпегеніне. Қандай
кыйын убакыт го эndi, напряженный сондай адам. Әйтеуір ары жаққа өту керек. Бәріміз өтеміз содан. Аллах Тағала сол кезде сират көпірінен өткізсін бізді. Содан ары жаққа ең соң өткен адамде ешкімге бермеген нығметін маған берген Аллахқа мақтаулар болсын дейді. Болмаса ол ең соңғы өткен адам. Сол үшін бұл дүниеде ең үлкен нығмет ол бір Аллаға құлшылық қылу керек екенін түсінген. Ширк ол ең ауыр күнә деп Аллахқа серік қоспай, бір Аллаға құлшылық қылып, 5 уақыт намазын оқып, дінін ұстап өту осы үлкен нығмет. Осыны және ең өміріңнің соңына дейін тайқып кетпей, тура жолдан тайқып кетпей, тура жолдан адасып кетпей, бекем болып қалуда, стойкий болып, стойкий істейміз ғой орысша. Стойкий болып қалуда бұл да екінші бір нығмет. Өйткені қанша адам дінге келіп жатыр, бірақ орта жолдан намазын тастап, қайтадан күнәға қайтып кетіп, діннен шығып кетіп, қайтадан немесе біресе оқып, біресе оқымай, біресе оқып, біресе оқымай, осылай дінде бекемдік жоқ. Сол үшін пайғамбарымыздың көп қылған дуаларының бірі: я муқаллибал құлуб, ей жүректерді бұрушы, жүректерді аударып тұрушы, сәббит қалби аля диник, дініңді бекем бол деген бұл бір. Яғни діннен шығып кетпейін деген. Екінші дұғасы: я мусаррифул құлуб, ей жүректерді аударып отырушы, сәббит қалби аля таатик, менің жүрегімді өзіңе бағынушылықта, өзіңе бойсынуда бекем бол. Бір адам діннен шығып кетпеуі мүмкін, бірақ Аллахқа бағынуда, Аллахтың харам еткен нәрселерден тыйылуда, Аллахтың бұйрықтарын орындауда стойкий болмауы мүмкін дейді. Андай ғой, намаз оқып жүреді, дін жақсы болып жүреді да, бір кезде қайтадан күнә істеп кетеді, тағы ішіп кетеді, тағы да күнәлар, тағы да тәубе етеді, тағы да күнә істеп кетеді, тағы да осымен тұрақтылық болмау. Ал енді тұрақты болып дінде ішпей, шекпей, толықтай тәубе етіп күнәлардан, намазын уақытында оқып, қаза қылмай, тастап кетпей,